Саумалдың пайдасы толық әрі жан-жақты талдау. Саумал биенің сауылғаннан кейін 1-2 сағат ішінде ішілетін жаңа сүті. Ол қазақ халқында ғасырлар бойы емдік және денсаулықты нығайтатын сусын ретінде қолданылып келген. Саумалдың құрамында көптеген пайдалы заттар бар, сондықтан оны табиғи антибиотик деп те атайды. 1. Саумалдың химиялық құрамы. Саумал сиыр сүтіне қарағанда әлдеқайда жеңіл ағзаға тез сіңеді. Оның құрамында ақуыздар, белоктар ағзаның жасушаларын қалпына келтіреді. Амин қышқылдары иммунитетті күшейтеді. В тобының дәрумендері 1, 2, 6, 12 жүйке жүйесін жақсартады. Дәрумені көздің көру қабілетін жақсартады. Дәрумені иммунитетті көтереді. Дәрумені сүйектер мен тістерді қатайтады. Дәрумені терінің жас әрі серпімді болуына көмектеседі. Фосфор, кальций, магний, сүйек пен бұлшық еттердің дұрыс дамуын қамтамасыз етеді. Лактоза ас қорытуға оң әсер етеді. Ферменттер ағзадағы зат алмасуды реттейді. Саумал сиыр сүтіне қарағанда анағұрлым жеңіл және ана сүтіне жақын, сондықтан оны балалар мен егде жастағы адамдарда іше алады. 2. Саумалдың денсаулыққа пайдасы. 2.1. Асқазан ішек жолдарына пайдасы. Саумал асқазанның қышқылдығын қалыпқа келтіріп, гастрит, ойық жара, язва, іш қату, запор және іш өту, диарея сияқты мәселелердің алдын алады. Оның құрамындағы пайдалы бактериялар ішек микрофлорасын жақсартады, сол арқылы ас қорытуды жеңілдетеді. 2.2. Иммунитетті күшейтеді. Саумал табиғи антибиотик іспетті жұмыс істеп, ағзаны бактериялар мен вирустардан қорғайды. Әсіресе күзгі қысқы мезгілде тұмау мен суық тиюдің алдын алу үшін өте пайдалы. 2.3. Тыныс алу жүйесіне әсері. Саумал өкпені тазартып, тыныс алу жолдарын жақсартады. Сондықтан оны астма, бронхит, өкпе қабынуы, пневмония және туберкулезбен ауыратын науқастарға жиі ұсынады. 2.4. Жүрек қан тамырларына пайдасы. Саумал қан тамырларын кеңейтіп, қан айналымын жақсартады. Ол гипертония, жоғары қан қысымы, жүрек аурулар мен атеросклероздың алдын алуға көмектеседі. 2.5. Бауыр мен бүйрекке әсері. Саумал бауырдың жасушаларын қалпына келтіріп, оның дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Сонымен қатар, оның құрамындағы ферменттер бүйрек қызметін жақсартып, ағзаны токсиндерден тазартады. 2.6. Нерв жүйесін тыныштандырады. Саумал жүйке жүйесіне оң әсер етіп, ұйқысыздықты, стрессті және депрессияны азайтады. Оның құрамындағы В тобының дәрумендері ми қызметін жақсартып, есте сақтау қабілетін күшейтеді. 2.7. Ағзаны жасартатын әсері. Саумал тері жасушаларын жаңартып, әжімдердің түзілуін баяулатады. Оның құрамындағы антиоксиданттар қартаю процесін тежеп, теріні ылғалдандырады және серпімді етеді. 2.8. Ерлер мен әйелдер денсаулығына пайдасы. Ерлер үшін саумал тестостерон деңгейін көтеріп, еркектік күшті арттырады. Әйелдер үшін саумал гормоналды теңгерімді реттеп, етеккір циклін қалыпқа келтіреді және жүктілікке оң әсер етеді. 3. Саумалды қалай дұрыс ішу керек? 1. Саумалды аш қарынға немесе тамақтан кейін 1-2 сағат өткен соң ішкен дұрыс. 2. Ең тиімді мөлшері 200-500 мл, 1-2 стақан, күніне 1-2 рет. 3. Алғаш рет ішкен кезде аз мөлшерден бастап біртіндеп көбейту керек. 4. Саумалды бөлме температурасында ішу ұсынылады, суық күйінде ішпеу керек. 5. Емдік мақсатта курспен ішу керек, 2-4 апта үзбей қолдану жақсы нәтиже береді. 4. Қарсы көрсетілімдері. Саумал көпшілік үшін пайдалы болғанымен кейбір адамдарға сақтықпен қолдану қажет. Лактозаға аллергиясы немесе төзімсіздігі бар адамдарға ұсынылмайды. Созылмалы бүйрек аурулары бар науқастарға шектеулі мөлшерде ішу керек. Қант диабетімен ауыратындар дәрігермен кеңескен жөн. Қорытынды. Саумал нағыз табиғи емдік сусын. Оның асқазан ішек жолдарына, иммунитетке, өкпеге, жүрекке, жүйке жүйесіне және теріге пайдасы өте зор. Дұрыс және тұрақты қолдану арқылы денсаулықты нығайтып, ағзаны жас әрі қуатты күйде ұстауға болады. Егер саумалды дұрыс пайдаланып, белгілі бір ережелерді сақтасаңыз, ол сіздің денсаулығыңызды жақсартып, ұзақ өмір сүруге көмектеседі.